Қайырлы күн балалар, бүгін бізде қоршаған ортамен танысу тақырыбы балабақша. Бүгін біз балабақша туралы айтатын боламыз. Балалар, біздің балабақшамыз қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар, біздің балабақшамыздың аты Қошақан деп аталады. Балалар, өздерің білесіңдер, елімізде орын алған жағдайға байланысты біз балабақшаға келмей үйде отырмыз. Дегенмен, күнделікті бізге оқу қызметтерін Эльмира апай жіберіп отырады. Біз күн сайын Эльмира апаймен қашықтықтан оқып, жіберілген қызықты тапсырмалар мен ойындарды қарап шығып, анамызбен бірге орындап жүрміз. Жарайсыңдар балалар, сендер өте ақылдысыңдар. Дегенмен, балабақшаға келетін күнде алыс емес. Балалар, сендер естеріңе түсіріңдерші, балабақшада қандай мамандықтар қызмет атқарады? Аспазшы, меңгеруші, ән үйретуші, би үйретуші, күзетші және қандай мамандықтарды сен білесің? Маған айтып берші. Соның ішінде сендерге ең жақыны тәрбиеші апайларың. Солай ма? Балалар, ендеше сендерге бүгінгі балабақша туралы оқу қызметіне тапсырма. Бірінші, балабақшадағы мамандық иелерін ата. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Ендеше бағалап жібер.